Адамның ақылы толып жетілгенін білдіретін 6 қағида. Бірінші қағида. Әркіммен ренжісіп, оларға бірдеңе дәлелдеуді доғарасыз. Екінші қағида. Өз мәселелеріңді өзіңнен басқа ешкім шешіп бермейтінін түсінесің. Үшінші қағида. Өз өміріңді қолға алып, өзіңді өзгелермен салыстыруды доғарасың. Төртінші қағида. Өмірге қапаланып, өмір әділетсіз деген сөздің дұрыс еместігіне көз жеткізесің. Бесінші қағида. Бақытты өзгеден емес, өзіңнен табасың. Және алтыншы қағида. Өзіңді ұмытып, өзгенің мәселесін шешемін деп өзіңді шаршатпайсың. Себебі бұл әрекет сені бойыңдағы энергияңнан айыратынын білесің. Ұзақ ұйқы сізді өміріңіздегі ең қымбат уақытыңыздан айырады. Артық салмақ сіздің қимылыңызды бәсеңдетіп, ауруға алып келеді. Жалқаулық сізге алға ұмтылып өз жетістіктеріңіздің рахатын сезінуге кедергі келтіретін ең үлкен жау. Ешқашан мына 5 нәрсеге энергияңызды жұмсамаңыз. Бірінші, сізге қолдау білдіріп, сенім артпайтын адамға энергияңызды кетірмеңіз. Екінші, адамдар мен туралы не ойлайды деп қам жемеңіз. Үшінші, сіз сүйген адам сізге бейқамдықпен қараса, бірден ара қатынасыңызды үзіңіз. Төртінші, өзіне бірдеңе қажет кезде ғана сізді іздейтін адамға энергия мүлде жұмсамаңыз. Және жоспарларыңыз дер кезінде орындалмай жатса, тыныштық сақтаңыз. Өз өміріңізде кішігірім жақсылықтарды көріп, оған шүкіршілік ете бастағаныңызда, өмір сізге одан да үлкен қуаныштар алып келеді. Дәл қазір Алланың сізге берген нығметтерін ойлап көріңіз де, барлығы үшін шүкіршілік етіңіз. Өзің жайлы әзілдеп болса да, жаман сөз айтпа. Сөз – энергия. Өзіңізге деген көзқарасыңызды өзгертіңіз. Сонда сіздің өміріңізде бір арнаға түсе бастайды. Әрқашан жаңалыққа ұмтылыңыз. Өзіңізге ұнайтын нәрсемен айналысыңыз. Тәуекел етуге, күресуге ешқашан қорықпаңыз, берілмеңіз. Жақындарыңызбен уақытты көбірек өткізіп, олардың қадіріне жетіңіз. Өмірден қорқатын, күдікпен өтетін адамдардың қатарынан болмаңыз. Өмірді барынша максималды түрде сүретін бақытты жан болыңыз. Сенің қиын жұмысың әрбір жұмысы жүрген адам үшін арман. Сенің айтқаныңды тыңдамайтын тәртіпсіз балаң әрбір перзентсіз адам үшін үлкен арман. Сенің кішкентай ғана үйің әрбір үйсіз жанның арманы. Сенің кішігірім қаражатың әрбір қарызға батқан адамның күнделікті арманы. Сенің онша емес денсаулығың жазылмас дертке ұшыраған әрбір адам үшін қол жетпес арман. Алланың сенің жариясы жасырын еткен күнәларың әрбір күнәсі әшкере болып, шарманда күйге түскен жан үшін енді қайта келмейтін мүмкіндік. Сенің жүрек тыныштығың, ұйқыңның тыныш болуы, ішерге тамағыңның болуы, өз елінде соғыс көріп отырған әрбір адам үшін баяғыда қолдан тайған бақ. Сондықтан қолыңыздағы барша жақсылық үшін риза болыңыз, шүкір етіңіз. Балаңызға, өзіңізге, бауырыңызға, өзі қалаған мамандықты таңдауына кедергі келтірмеңіз. Себебі қартайғанда адамдардың көпшілігі өз өмірінде сүйікті ісімен шұғылданбағанына қатты өкінеді екен. Өмір сіздікі, ойланыңыз. Жауапкершілік өте қымбат қасиет. Оны арзан адамдардан күтпеңіз. Адамға иман берілсе, өзінде өзгенінде қуанта біледі. Ал нәпсісі үстем болса, өзінде өзгенінде уайымға салады. Нағыз саф махаббат дегеніміз екі адамның сана биігінде жолығуы. Ақылды адамның ақымақтан екі айырмашылығы бар.
Ол қанша биікке көтерілсе де мұрнын аспанға шүйірмейді. Ешкіммен санасып, өзін өзгеден биік санамайды. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы.